Ассалаумағалейкум. Астанада жаңа мешіт салынғаннан кейін интернетте, әлеуметтік желіде қазақтар орамал тақырыбын қойып, енді сол мешітті талқылауға кірісті. Бәрі соған пост жазып, бұл тақырыпты қызу талқылап, оған араласпаған адам қалмады. Сонда сол пост жазғандардың көбі мешіттің салынғанына наразылық білдіріп жатыр. Және олардың арасында мұсылмандар аз емес. Сондағы сол наразылық білдіріп жатқандардың оған қарсы айтатын негізгі уәжі қандай? Олардың бәрі бір ауыздан бір сөз айтады. Мешіт салғанша неге мектеп салмайды, неге аурухана салмайды, неге зауыт фабрикалар салмайды, өндіріс орындарын ашпайды деген сөздерді бәрі бір ауыздан айтып жатыр. Бірінен соң бір соны қайталап жатыр. Бір қызығы, бұрын бұл сөздерді орыстар ғана айтады. Бір мешіт салынса, орыстардың бәрі бұл сөзді қайталап айтады. Қазір бұл сөзді қазақтар айтып жүр. Және бұдан да басқа айтылатын уәждер бар. Соның ішінде кейбіреулер енді айтады, Қазақстанда мешіттің саны тым көп дейді, Өзбекстанмен салыстырады, ол жақта халық саны 2 есе көп, бірақ мешіттің саны 2 есе аз дейді. Ондай әңгімелер де айтылып жатыр. Оны енді таза исламофобтар айтады. Тәңіршілер, атеистер, тағы да басқа. Бірақ тәңіршілер де, атеистер де, мұсылмандар да айтатын негізгі уәж, ол жаңағы мен айтқан мешіттің орнына неге зауыт, фабрикалар, мектеп, ауруханалар салынбайды деген сөз. Енді бұған қатысты мен өз пікірімді айтатын болсам, бұл аргументке мен толық қосыламын. Неге екенін мен қазір түсіндірейін. Мен жалпы мешіттің салынуына қарсы емеспін. Бірақ дәл осы Астанадағыдай мешіттің салынуына қарсымын. Неге? Өйткені мешіттің негізгі қызметі қандай? Ол жаққа адамдар намаз оқуға барады, Құран бағыштатуға барады және молдалардың қызметіне жүгінеді. Олардан ақыл кеңес сұрайды, немесе молданы үйге шақырып, некесін қидырады, жаназасын шығарады, тағы да басқа. Яғни ол адамның рухани қажетін өтейді. Бірақ адамның рухани қажетінен басқа, оның басқа да мұқтаждықтары, қажеттіліктері бар. Соның ішінде физиологиялық қажеттіліктері бар. Жейтін тамағы, ұйқысы деген сияқты, қауіпсіздік, тағы да басқа, тағы да сондай эмоциялық қажеттіліктері бар. Ол қажеттіліктердің өзінің иерархиясы болады. Егер Википедияға кіріп, Маслоу пирамидасы деп жазсаңыздар, солардың иерархиясын көресіздер. Ол пирамидаға солар бірінен соң бірін үстіне қойып жазды. Ең төменгі деңгейде пирамиданың астында, іргетасында адамның физиологиялық қажеті, оның физиологиялық өмір сүре алмайтын қажеттіліктері, онсыз өмір сүре алмайды. Жейтін тамағы, ұйқысы, тағы да басқа. Екінші деңгейде оның қауіпсіздігі, яғни ол адамның тұратын баспанасы. Одан кейін келесі деңгейде оның эмоциялық қажеттіліктері, махаббат, тағы да басқа сондай. Ең жоғары жағында пирамиданың төбесінде адамның рухани қажеттілігі. Ол жақта самореализация деп жазылған, адамның өзінің қабілетін пайдаға жарату деген сияқты, халыққа пайда әкелу. Ол енді адамның рухани мұқтаждығы. Ол ең жоғары жағында, ең соңғы орында тұр. Яғни бұл сөз не білдіреді? Бұл дегеніміз адамның ең негізгі қажеттіліктері өтелмей тұрып, оның физиологиялық, қауіпсіздік деген сияқты қажеттіліктері өтелмей тұрып, оның рухани қажетін өтеу дұрыс емес. Қарапайым тілмен айтқанда, адамның қарны аш болса, ол рухани нәрсе туралы ойламайды. Ойлағанның өзінде де ол қажетін ол өтей алмайды. Ол әрқашанда екінші планға қала береді. Өйткені адам бірінші өзінің қарнын тойдыру керек, өзінің жағдайын жасап алу керек. Қазақтар да бұл пирамида туралы білетін. Оны бір ауыз мақал сөзбен айтып кеткен. Азаншыдан қазаншы игі. Бұл мақал не білдіреді? Ол дегеніміз, ең бірінші адам намаз оқымай тұрып, бірінші қарнын тойдырып алу керек. Қарнын тойдырып, содан кейін өзінің негізгі қажетін өтегеннен кейін, содан кейін рухани нәрсені ойлауға болады. Яғни ең бірінші адамға не керек? Оған оның материалдық жағдайын қамтамасыз ету керек. Оған тұрақты жұмыс керек. Яғни бағанағы адамдардың айтып жатқан өндіріс орындарын, зауыт, фабрикалар салу керек деген өте дұрыс сөз. Зауыт, фабрикалар салыну керек, сол кезде адамда тұрақты жұмыс болады, тұрақты табыс болады, оның жейтін тамағы болады, оның ұйқысы тыныш болады және оның баспанасы болады, яғни қауіпсіздігі. Осындай негізгі қажеті өтеледі. Содан кейін, оның бәрі өтелгеннен кейін адам келесі нәрселерді ойлай бастайды. Ол сапалы білім туралы ойлай бастайды. Ол білім қуа бастайды. Сол білім алып, оқымысты болған кезде адам рухани әлем туралы ойлай бастайды. Яғни бәрі өз ретімен, өз кезегімен болу керек. Ал енді адамның негізгі физиологиялық қажеті өтелмесе, сондай зәулім мешіт салған ол дұрыс емес. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе. Мешіттің негізгі қызметі қандай? Ол намаз оқу. Намаз оқу және Құран бағыштату. Сонда намаз оққан кезде намаздың бірнеше түрі бар. Күнделікті 5 уақыт намаз бар. Оны енді адам мешітте оқуға міндетті емес. Оны үйде оқуға болады, жұмыста оқуға болады, басқа жерлерде оқуға болады. Сондықтан бұл қажетті өтеу үшін жұмыстарда, әрбір жұмыс орнында намазханалар ашылу керек. Және көшеде, қоғамдық орындарда намазханалар болу керек. Бірақ мешітте біз жұма намазын оқуға міндеттіміз. Аптасына бір рет болса да, жұма намазына мешітке бару парыз.
Одан басқа жылына бір рет айт намазына бару керек. Одан басқа жылына бір ай тарауих намазы мешітте оқылады. Оны біз үйде оқи алмаймыз. Сондықтан мешіттер қайткенде де адамдарға керек. Бізде мешіттерге мұқтаждық бар. Және бағана айтқандай, кейбір адамдар айтып жатады ғой, Қазақстанда мешіт саны тым көп дейді. Өзбекстанмен салыстырады. Оның бәрі өтірік. Егер Қазақстанда мешіт саны тым көп болса, жұма намазында адамдар далада асфальтта тұрып намаз оқымайтын еді. Мешіттің ішіне бәрі сыйып кетер еді. Яғни мешіттің көп емес, мешіт бізде жетіспейді. Мешіттің саны көбірек болу керек. Бірақ мешіттерді қалай салу керек? Бұл ең басты мәселе. Басында мен бұл тақырыпқа қатты көңіл бөлген жоқпын. Бірақ жақында осыдан 2-3 күн бұрын мен интернетке кіріп сол мешіт туралы ақпарат оқи бастаған кезде таң қалдым. Ол әлемдегі ең ірі мешіттердің бірі екен. Оның биіктігі 83 метр. 83 метр деген бұл өте үлкен, өте сондай зәулім ғимарат. Ол мешіттің күмбезі әлемдегі ең ірі күмбездердің бірі. Оның есігі әлемдегі ең биік ағаш есіктердің бірі. Өте алып мешіт. Және оның орналасқан территориясы, ауданы өте үлкен. Өте ауқымды жерді алып жатыр. Және оның орналасқан жері қаланың шетінде, Астананың шетінде, Хусейн бин Талал деген көшенің бойында. Ол жақта адамдар тұрмайды, айдала. Енді ойлаңыздар. Бұл мешіт адамның қажетін өтей ала ма? Практикалық тұрғыдан ондай мешіт салғанның халыққа пайдасы нөл. Ешқандай пайдасы тимейді. Неге? Өйткені біз ол жаққа барып жұма намазын оқи алмаймыз. Жұма бізде демалыс күні емес. Біз жұма намазын оқу үшін жұмыс күні өз уақытымызды бөліп мешітке барамыз. Ал енді ойлаңыздар, сонау айдалада орналасқан мешітке жету үшін адамға қанша уақыт керек? Оған үлгеру үшін адамдар машинамен барады. Машинамен барған кезде қалада кептеліс болады. Өте үлкен кептеліс болады. Ал енді ол мешітке машинамен емес, жаяу барам десең, оған автобуспен сен 1 сағат жүресің, сосын аялдамадан мешіттің ішіне жеткенше сен жарты сағат уақытың кетеді. Содан кейін мешіттен шығып аялдамаға жетіп, автобусты күтіп, содан кейін жұмысқа қайтқанша, сөйтіп сен бір жұма намазына барып келгенше сен жарты күн уақытың өтіп кетеді. Сен яғни өзіңнің жұмысыңды құрбан етесің сол намазға бару үшін. Ол дұрыс емес. Мешіттерді адамға ыңғайлы етіп салу керек. Сондықтан мешіттер қандай болу керек? Осындай бір үлкен зәулім мешіттің орнына кем дегенде 10 кішігірім шағын мешіт салу керек. Және сондай айдалада орналасқан емес. Қаланың ыңғайлы жерінде, адамдар көп шоғырланған жерде, бизнес орталықтардың жанында, базарлардың жанында, вокзалдың жанында, ірі университеттің жанында, өндіріс, зауыт, фабрикалардың жанында, сауда орталықтардың жанында. Кейбір кезде ғимараттың ішінен де мешіт ашуға болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы адамдарға ыңғайлы болса болды. Мысалы, мен тұратын Алматыда бізде Момышұлы көшесінің бойынан тура сондай бір үлкен мешіт ашылды. Өте ыңғайсыз жерде, айдалада орналасқан. Ол жаққа жұма намазына бару өте ыңғайсыз. Оның практикалық тұрған пайдасы нөл. Бірақ бір жақсы мысал, Апорт сауда үйінің жанында жақында бір мешіт ашылды. Бұл өте сәтті, өте дұрыс шешім. Өйткені Апорт сауда орталығы өте ірі орталық. Оның жанында тағы Леруа Мерлен деген бар, ар жағында Алтын Орда. Яғни ол жақта адам өте көп жүреді. Және олардың жақын жерде бір мешіті болса, олар жұмыстан қалмай, жұма намазына барып, қиналмай намаз оқиды. Және бұл бір шарт, яғни мешіт жұмыс орнына жақын орналасу керек. Одан басқа мешіттердің саны көп болу керек. Және оларды сондай жерлерге сыйғызу үшін олар кішігірім, шағын болу керек. Бір үлкен мешіттің орнына 10 кішкентай мешіт салынса, онда ішіне адамдар сыйып кетеді. Өйткені бәрі топырлап ағылып бір мешітке бармайды. Әр адам өзіне ең жақын орналасқан мешітке барады. Сондықтан ішіне адамдар сыйып кетеді. Ешкім далада тұрып, жаңбырдың, қардың астында асфальтта намаз оқымайды. Ішінде комфортпен намаз оқиды. Мен өзім тұратын Ақсай шағын ауданында бір мешіт бар. Ол жаққа адамдар Ақсайдан, Жетісудан, Мамырдан келеді. Ішіне адам сыймай кетеді. Ал айт намазында адамдар тіпті Момышұлы көшесіне шығып кетеді. Момышұлы көшесін жауып тастайды. Асфальтта көшеде тұрып намаз оқиды. Яғни ол жақта мешіттің сыртында да адамдарға намаз оқитын жер қалмайды. Бүкіл көшені жауып тастайды. Үлкен кептеліс болады. Бұл өте ыңғайсыз. Сондықтан бізге бұл мешіттен басқа Ақсайдың өзінен кем дегенде 3-4 мешіт ашу керек. Жетісудан 2-3 мешіт ашу керек. Мамырдан тағы да 2-3 мешіт ашу керек. Сонда адамдар ішіне сыйып кететін болады. Мен өзім осыдан бірнеше жыл бұрын Төле би және Байтұрсынов көшелерінің қиылысында жұмыс істегем. Біз сол жерден Тастақ мешітіне баратынбыз жұма намазға. Ең жақын мешіт сол болады. Біз әріптестермен қосылып, біреуінің машинасы бар, соған 5-6 адам мінгесіп, асығып, түскі үзіліс кезінде сол жаққа баратынбыз. Кептелісті айналып өту үшін неше түрлі жолдармен айналып жүріп, сосын машинадан шығып, сол жаққа жүгіріп баратынбыз. Кейбір кезде үлгермей, кешігіп қалатынбыз. Өте ыңғайсыз. Сондықтан мен қайталап айтамын. Мешіттер адамдар көп шоғырланған жерде, жұмыс орындарына жақын болу керек, және олардың саны көп болу керек. Олардың үлкен болуы шарт емес. Керісінше олар кішірек болса ыңғайлы болады. Өйткені кез келген жерге сыйғызуға болады. Сонда мешіттің саны көп болса, ішіне адамдар сыйып кетеді. Және ең бастысы, адамдар
мешітке жаяу барады, кептеліс болмайды, намазға үлгереді, жұмысынан қалмайды. Яғни бұл өте дұрыс шешім болар еді. Сондықтан да мен осындай Астанадағы сияқты зәулім мешіттердің салынуына қарсымын. Бұл бір жағынан ислам дінінің өзіне қайшы. Неге? Өйткені ол бір жағынан халықтың ақшасын соған ысырап етті. Кейбір деректерге қарағанда сол мешітке 100 миллион доллар ақша жұмсалды деп айтылады. Ол бюджеттен жұмсалған ақша, халықтың ақшасы. Халықтың ақшасы қажетсіз, халыққа пайдасы тимейтін нәрсеге жұмсалды. Ол ысырап, ол исламға қайшы нәрсе. Екіншіден, бұл туралы бір хадисте айтылған, ақыр заман болған кезде аш-жалаңаш малшылар зәулім үйлер салып жарысады дейді. Және бұл зәулім үйлер туралы дегені ол арабтардың Бурж халифасы емес. Өйткені арабтар аш-жалаңаш малшы емес, олардың ақшалары көп. Бұл біз туралы айтылған. Аш-жалаңаш малшылар ол біз. Яғни бұл қай тұрғыдан алып қарасақ та исламға қайшы әрекет. Олай болса, неге біздің билік сондай мешіт салды? Бір жағынан оны популистік саясат деп қарастыруға болады. Халықтың алдында ұпай жинау, беделін арттыру. Бірақ мен ойланып анализ жасап, мынандай бір нәрсе түсіндім. Бұл мешіттің салынуына жалғыз ғана түсіндіру бар. Ол геосаясат. Геосаясатта сондай символдық нәрселер өте маңызды. Естеріңізде болса, осының алдындағы бейнелерде мен айтқам, біз қазақтар символдық нәрсеге тым қатты көңіл бөлеміз. Халыққа түк пайдасы жоқ, қажеті жоқ символдық нәрсеге қатты көңіл бөлеміз. Бірақ геосаясатта символдық нәрселер өте маңызды. Геосаясатта болсын, соғыста болсын, және ақпараттық соғыста бұл нәрсе маңызды. Мысалы, қанды қаңтар кезінде бір жігіт, қазір атын ұмытып қалдым, қазақтың туын ұстап шықты, оқтың астында. Сонда ол халықтың рухын көтерді. Бұл өте маңызды. Соғыс кезінде ол маңызды. Ол туралы бір кинода да көрсеткен. Қытайдың бір фильм бар. Мен оның орысша аудармасын көрдім. 8 сотен деп аударған. Сол жақта да бір Қытай жауынгерлері бір ғимаратты қорғап қалады. Сонда ғимаратты қорған кезде оның үстінде Қытайдың туын желбіретеді. Сол үшін адамдар өз жандарын құрбан етеді. Яғни соғыс кезінде сондай символдық нәрселер өте маңызды. Және геосаясатта. Сондағы бұл мешіттің салыну мақсаты не? Оның салыну мақсаты Ресейге бұл жерде кімнің ықпалы бар екенін көрсету. Бұл мешіт салған кезде ол жақта кім болды? Назарбаев. Ал қазір Назарбаев ол Қазақстандағы Ердоғанның елшісі ретінде қызмет атқарады. Ердоған Назарбаевқа сол мешітті салғызды. Яғни ол Путинге шақ қойды. Міне, Астананың төрінде мен мешіт салдым дегендей өзінің ықпалын көрсеткісі келді. Өйткені Қазақстан қазір Түркия мен Ресейдің арасында қалды. Екеуі Қазақстан үшін қазір таласып жатыр. Осы тұрғыдан алып қарасақ, бұл мешіт өте үлкен рөл атқарады. Геосаяси, символдық сондай өте үлкен рөл атқарады. Ол саяси бір қадам деп айтуға болады. Жаңағы Ердоғанның Қазақстандағы ықпалын көрсету. Осының алдында Ердоғанның тағы бір қадамын біз көрдік, ол Түркістан. Түркістанды облыс орталығы етті. Содан кейін оған көп қаржы бөлініп, қазір ол қарқынды түрде салынып жатыр. Ол жақта жаңа ғимараттар салынып, ол қала кәдімгідей өсіп жатыр. Оның да артында Ердоған тұр. Өйткені Түркістан ол бүкіл түркілердің астанасы. Түріктер үшін ол өте маңызды. Оның үлкен символдық рөлі бар. Сондықтан да түріктер қазір Түркістанды қарқынды түрде дамытып жатыр. Ал бұл екінші қадам, ол жаңа Астананың төріне мешіт салу. Үлкен зәулім мешіт. Мә саған дегендей бүкілерге көрсетіп жатыр да, кімнің қожайын екен. Бұл тұрғыдан алып қараған кезде бұл мешіттің салынуының өзінің бір себебі бар. Бүгінге айтайын дегенім осы. Енді менің сөзімде бір қате болса, бір қайшылықтар болса, өтініш комментарийге жазып көрсетіп қойыңыздар. Бірақ сен исламофобсың, сен нацистсің деген бос әңгіме керек емес. Нақты аргумент келтіріп, менің қай сөзім дұрыс емес, соны түсіндіріп жаза кетсеңіз дұрыс болар еді.